Кешкі асқа осындай анда-санда асқазанымыз еркеліп тұратын фриз мясом тағамын жасадым. Өте дәмді, керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан сәтті шығатын рецепт. Алдымен етті видеода көрсетілгенде осылай жұқа етіп турап аламыз. Енді маринадтаймыз. Тұз, қызыл бұрыш, лотос тұзы, 3 ас қасық соя, 3 ас қасық су, жақсылап барлығын қосып араластырамыз. Бетін жауып 1-1,5 сағатқа бөлме температурасына маринадтауға қоямыз. Енді көкөністеріміздің барлығын алдын ала турап дайындап аламыз. Пиязды видеода көрсетілгендей тураймыз. Сарымсақты ортасынан бөліп, осылай турап, соңында майдалап шығамыз. Қызыл бұрышымызды, жасыл бұрышымызды барлығын осындай соломка етіп, ұзынша етіп турап аламыз. Енді фри жасауға кірісеміз. Алдымен картоптарымызды тазалап, жақсылап жуып аламыз. Видеода көрсетілгендей қылып турап шығамыз. Қатты қалың болмау керек, қалыңдығы орташа болады. 5 рет жақсылап мұздай суға жуып аламыз да, салфетканың үстіне осылай барлығын жайып, бетін сүртіп, 15-20 минутқа кептіруге қоямыз. Қызып тұрған майымызға фриларымызды саламыз. 8-10 минут көлемінде жақсылап қуырып аламыз. Дайын болған фридің үстіне кішкене тұз себеміз де жақсылап араластырамыз. Қазанға майымызды кішкене көбірек құямыз да, үстіне етімізді салып, жақсылап қызарғанша бір 10-12 минут көлемінде қуырамыз. Пияз, сарымсағымызды салып, жақсылап тағы да қуырамыз. 2-3 минут томат пастасын салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Дәміне қарай тұз, паприка салып, үстіне бұрыштарды салып, 3-4 минут көлемінде қуырамыз. Одан көп қуырмаймыз, себебі бұрыштар езіліп кетеді. Жаңағы дайын болған фриларымызды үстіне барлығын салып шығамыз да, жақсылап 3-4 минут көлемінде жақсылап араластырып қуырып, дастарханға ұсына берсеңіз болады. Кешкі асымыз дайын, ас болсын.